Жарық деген не? Ол толқын ба, әлде бөлшек пе? Ұзақ уақыт бойы ғалымдар жарық тек толқын деп ойлады. Бірақ 20 ғасырда бір тәжірибе бұл ойды түбегейлі өзгертті. Ол Камптон эффектісі. 1923 жылы американдық физик Артур Камптон рентген сәулесін электрондарға бағыттады. Нәтижесінде күтпеген жағдай болды. Шашыраған рентген сәулесінің толқын ұзындығы өзгерді, ал классикалық толқындық теория мұндай өзгерісті түсіндіре алмады. Бұл жарықтың бөлшек қасиеті бар екенін көрсететін дәлел болды. Камптон эффектісі дегеніміз фотон электронмен соқтығысқанда энергиясының бір бөлігін беріп, толқын ұзындығын өзгертеді. Яғни фотон электронға соғылады, электрон қозғала бастайды, фотон әлсіреп ұзын толқынмен ұшады. Бұл кәдімгі бильярд шарларының соқтығысуына ұқсайды. Егер жарық тек толқын болса, оның энергиясы тек амплитудаға тәуелді болар еді, ал толқын ұзындығы өзгермес еді. Камптон тәжірибесі жарық импульсі бар бөлшек сияқты әрекет ететіндігін көрсетті. Демек, жарық тек толқын емес, ол фотондар ағыны. Камптон эффектісі мына формуламен сипатталады. Мұндағы дельта L толқын ұзындығының өзгерісі, H Планк тұрақтысы, m электронның массасы, s жарық жылдамдығы, ал тета фотонның шашырау бұрышы. Бұл жерде ең маңыздысы толқын ұзындығының өзгеруі жарық жиілігіне емес, шашырау бұрышына ғана тәуелді. Мысал ретінде, жеңіл допты ауыр шарға лақтырсақ, топ кері секіріп, жылдамдығын жоғалтады. Дәл сол сияқты фотон электронға соқтығысады, электрон энергия алады, фотон әлсірейді. Сондықтан оның толқын ұзындығы ұлғаяды. Қорытындылай келе, Камптон эффектісі жарықтың бөлшек екендігін дәлелдеді, фотонның импульсі бар екенін көрсетті, және де осы жаңалық кванттық физикаға үлкен жол ашты. Егер сізге видео ұнаған болса, лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.